Баршаңа сәлем достар, бүгінгі бейнероликте сіздерге интернеттен қалай ақша табуға болатын жолдарын көрсететін боламын. Бүгінгі проект қазақи проект, яғни ішінде барлық қазақша жасалған, сондықтан назар салып көріп кетіңіздер. Проекттің аты Roborock деп аталады. Бұл жақта бірінші бізге регистрация өту керек, сілтемесін описание қалдырып кететін боламын. Енді басында айтып кеткенде, бұл жақта қазақ тілі арқылы қолданылатын болады интерфейс. Номерімізді жазамыз, мысалы ретінде, одан кейін пароль ойлап табамыз, оны қайталаймыз, шақыру коды сізде тұратын болады, тіркелуді басамыз. Регистрацияны сәтті өткеннен кейін сіздің шотыңызға 300 теңге бонус ретінде беріледі. Енді достар, кіргеннен кезде 300 теңгеден бөлік тағы сіздер 4000 теңге тегін түрде аласыздар, ол үшін тапсырма деген бөлімге өтесіздер. Және мына жақта жоғарыда тұрған тапсырмалар тізімін бәрін орындап шығасыздар. Орындаған үшін сізге мысалы 4000 теңге жетесіз, қазір сәтімен шотымда 3220 теңге болып тұрады. 4000-ға жеткеннен кейін аяқта алу деген түймесін басасыздар, и сіздер ол ақшаны шешіп алатын боласыздар. Ал егер де бұл жақта расымен ақша тапқың келсеңіз, яғни жалғастырып ақша тапқың келеді десеңіз, онда бұл жақта бірінші ақша құю керек. Яғни сіздер аяқта Roborock сатып алу керексіздер. Ең арзаны бізде 5000 теңге тұрады Roborock. Яғни сіздер 5000 теңге сатып алсаңыздар, күнделікті пайда 330 теңге түсіп отырады. И сіздер 100 күн бойы сізге бұл табыс алып келіп отыратын болады. Получается, сіз 33 мың теңге табатын боласыз. 5 мың теңге саласыз, 33 мың теңге табасыз. Яғни 100 күн, ол 3 ай примерно есептелінеді. Одан кейін бізде Roborock екіншісі бар, яғни Pro деген 10 мың теңге тұрады. И сіздер 100 күн ішінде 70 мың теңге табатын боласыздар. 100 теңге түсіп отырады, 20 мың теңгелігі бар, 40 мың теңгелігі бар. Бұл жақта достар ешқандай криптовалюта деген нәрселер қолданбайсыздар, тек бәрі Каспий Голдқа немесе Халық банк карточкасына шығарып отыратын боласыздар. Қазір сіздерге көрсететін боламын, бұл жақта ақшаны қалай құю керектігін. Мысалы ретінде мен ғана бірінші Roborockты сатып алғым келіп тұр. Толығырақ деген түймені басамыз. Қазір сатып алу. Және мына жаққа біз сумманы енгіземіз, яғни 5000 теңге InPay деген карточканы таңдаймыз. Яғни осы арқылы біз ақшаны жіберетін боламыз. Міне, біз тиын 5000 теңге ровнаны Жусан банк Ирина деген аты жөні. Осы карточкаға біз жіберу керекпіз. Яғни другой карточка деп таңдап, сол жақта 5200 теңге комиссияға кететін болады. Таза біз 5000 теңге оны түсіру керекпіз. Қазір ғана мен перевод жасадым, және де выбор файл деп мен соған чекті загружать еттім. Енді жүктеді рауыстау дегенді басамын. Бізде сәтті деп тұр, окей. Бізге ақша құйылды деп вроде шығып тұр, артқа өтеміз. Robocop Q5-ті сатып алғаннан кейін біздің шотымызға бұлай теңгерімде 5000 теңге деп көрсетілмейді, өйткені бұл жақта тек қана выводқа шығаратын ғана ақша көрсетіліп тұрады. Бұл жақта біз расымен ақшамыз түспеді ма, түсті ма, соны білу үшін тек қана зал дегенге бөлімге өтеміз. Мына жақта менің Roborock деген қарасаңыздар, бір деп сан өзгерілетін болады. Значит, сіз осындай бір Roborock аппаратын сатып алатын боласыздар. Егер де осыны бассаңыздар үстінен, онда міне мен 5000 теңге сатып алдым, және де пайда әкелді деген қазір сәтте көрсетіліп тұр. Яғни осы уақыттан бастап 24 сағат өткеннен кейін сізге 330 теңге күнделікті табысыңыз түсіп отыратын болады. Яғни 24 сағат өтеді, тағы да 330 теңге аламын, и сізге өзі автоматически шотыңызға түсіп отыратын болады. Теңгерінде суммаңыз өзгеріліп отырады. Ақшаны шешу үшін ақшаны алу деген түймені басамыз. Одан кейін мына жаққа өзіміздің карточкамызды қосатын боламыз. Қосу дегенді таңдаймыз, және де өзіңіздің банк атын таңдайсыз. Мысалы Каспий банк, Халық банк деген сияқты. Мысалы ретінде менде Каспий банк аккаунттың атауы, яғни өзіңіз атыңыз енгізесіз, ағылшынша жазылып тұрған. Одан кейін банк шоты 16 санды енгізесіз, қосу дегенді басасыздар. Одан кейін сіздер қосылады. Қосқаннан кейін мына жақта сол банкты таңдайсыздар, және санды егіңіз қанша сума шығарасыз. Мысалы 500 теңге шығарасыз. 500 теңге шығарған сәтте сізде 425 теңге Каспийға түсетін болады, өйткені бұл жақта комиссиясы бар, 15% құрайды. Және де сіз бұл жақтан 9-дан бастап 21:00 аралық уақытта ғана шеше аласыздар. Шығарған ақшаңыз 48 сағат аралықта түседі екен, және де бұл жақта ақшаны шығару үшін міндетті түрде сіз бір минимальный Roborockты сатып алу керексіздер. Яғни 5000 теңге құю керексіздер. Былай сіздер бұл жақта тегін түрде ақшаны шеше алмайды екенсіздер өздерінің ережелері бойынша. Және де бұл жақта сіздер адамдар шақыра аласыздар, яғни команда кірсеңіздер, өзінің реферальный программасы бар, яғни жеке сілтемен зал үшін көшіру деген түймені басасыздар, және де бірінші линияда бұл жақта 5% құрайды, ал екінші линия бізде 5% құрайды. Және достар, өзінің Roborock'тың ресми тобы бар, міне 22 адам ғана қосылған екен. Если что қосылам десеңіздер, кіріп кетіңіздер, бұл жақта чат,
яғни ол жақта адамдар бір-бірімен отырып сөйлеседі. Сұрақтарыңыз болса комментарий жазып кетіңіздер. Келесі көріскенше.